Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, эфирде басты тақырып және оның жүргізушісі Ерболат Мұхамеджан. Сонымен біз Doing Business 2018 рейтингі бойынша, дүниежүзілік банктың жасайтын рейтингі бойынша біз биыл 36 орынға тұрақтадық. Енді көрші Ресей біздің кәсіби серіктесіміз, әріптесіміз деуге болатын шығар. 35 орынға бізден бір саты алда тұр. Әрине біз Орталық Азия бойынша бірінші орындамыз. Қазір осы тақырыпты кеңінен талқылау үшін дәл осы саланың мамандарын шақыртып деуге болады. Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі кәсіпкерлікті дамыту департаментінің директоры Жолдыбаева Ғалия ханым және Дүниежүзілік банктың өкілі Бексұлтан Ералы мырза. Қош келдіңіздер. Енді бірінші кезекте әрине құттықтаймын, неге? Себебі миноритарлық инвесторларды қорғау бойынша біз бірінші орынға шықтық, келісесіз соған? Жақсы, бірінші орынға шықтық. Сонымен қаншалықты біз қорғап жатырмыз? Сонда расымен де қорғай алып жатырмыз ба қазіргі таңда инвесторларды? Негізінде бұл тақырып бойынша бұна жалпы алған шетелден келетін инвесторларды айтып жатқан жоқпыз. Біздер мына акционерлік қоғамдағы жұмыс істейтін инвесторларды айтамыз, соларды құратын кісілерді айтамыз. Ол миноритарлық дегеніміз мажоритарлықта да бар ғой, ұсақ инвесторлар. Солардың енді құқылары көбінше қорғалмай кетеді. Сондықтан акционерлік қоғамдар бойынша қоғамдар туралы заңға біздер деген осы көп өзгерістер енгіземіз, солардың құқықтарын қорғау жағдайында. Былтыр біздер 3-ші орында болғанбыз, биыл мінекей 1-ші орынға келіп отырмыз. Оны енді Дүниежүзілік банк соны ақтап отыр ғой, айтып, есебіне кіргізіп біздерге айтып отыр. Осы реформалар дұрыс өткізілген деп. Жалпы Doing Business бұл қалай жүреді рейтинг? Сәл-сәл осыны қысқаша ғана ашып өтсеңіз, қысқаша ғана. Рейтингті қалай жасайсыздар? Белгілі бір респонденттер ма жоқ әлде, белгілі бір компанияны анықтап аласыздар ма, сол бойынша ғана? Яғни жалпылама ма жоқ әлде, жалпы дейміз ғой, кішкентай бір бөлігін ғана зерттеп және жалпылама, сосын кейін рейтингті көрсетесіздер ма? Жалпы қалай болады? Биыл бұл рейтингке 15 жыл толады. Басында кішігірім рейтинг болған, 6 ақы индикатор болған кезінде. Қазіргі таңда өздеріңіз көріп отырсыз, 10-11 индикаторға көбейді. Ал енді методологияға келетін болсақ, бұның басты тұжырымдамасы 100-ден астам мемлекетті бір-бірінен салыстыру үшін бір жорамалды кейс дейміз. Мысалы үшін бір кәсіп орын туралы бір жорамал істелінеді, өйткені және сол жорамалды әрбір бөлек алынған мемлекеттің заңнамасы және сол заңдарды орындау практикасына сәйкес салыстырып, респонденттерден соған сәйкес сұрақтарды қоятты, сол сұрақтарды жинап, және де сол мемлекеттің басқа да респонденттермен, мысалы үшін орталық мемлекеттік органдармен де сол мәліметтерді тексеріп, сонан кейін ғана барып тұжырымдама істелінеді. Түсінікті. Енді компанияны кім ұсынады сіздерге? Ұлттық экономика министрлігі ме, жоқ әлде өздеріңіз іздеп табасыздар ма? Бұл жалпы қалай табасыздар сол нәрсені? Бұның неше түрлі әдісі бар. Тәсілі бар. Негізгі тәсілін айтыңызшы. Көбінесе Doing Business командасы респонденттерді өзді таңдап алады. Бұның таңдаудың өзінің әдістемесі бойынша ең алдымен осы белгілі тақырыпта сол компанияның білікті мамандары болу керек. Мысалы үшін кәсіпорын ашу керек болса, ең алдымен юристтермен сөйлесу керек. Ол бір. Екіншіден кішкентай болса да өз бизнесті ашып көрген адамдармен де сөйлесу керек. Сосын үлкен консалтинг компаниялармен де сөйлесу керек, өйткені олардың юристері Қазақстанның заңдарын және олардың қалай орындалатынын нақты біледі. Сол сияқты, мысалы үшін әрбір салада мамандығы бойынша ең білікті адамдарды табуға тырысады. Түсінікті. Ералы мырза, енді қысқаша ғана айтсаңыз, соңғы осы 2018-ге қатысты зерттеген кезде ең негізгі бір компания атап айта аласыз? Осы компанияны зерттей отырып, біз нәтижені шығардық деген сияқты. Өйтіп айтуға болмайды. Айта алмайсыз, Жоқ, өйткені бұл рейтингі... Құпия сақталады ма? Жоқ, мәселе құпияда емес. Мысалы үшін былай ғой, егерде мына өз Doing Business-тің отчетін өзін қарасаңыз, ең соңғы бетінде, мысалы үшін атомды жариялауға келісім берген
респонденттердің аттарын ол жерде таба аласыздар. Егер де оған келіспейтін адамдар болса, біз оны жарияламаймыз. Бізге ең маңыздысы неғұрлым көп адамнан мәлімет алсақ, соғұрлымның рейтингтің сапасы жоғары дейміз. Енді Ғалия ханым, түсінікті, біз миноритарлық инвесторларды қорғау бойынша біз бірінші орынды алдық. Енді бұл Қазақстан үшін не береді? Қалай ойлайсыз? 2018-де қандай бізде инвестициямызда өзгерістер болуы мүмкін инвесторлардың келуі бойынша? Бірақ енді мен бір кішігірім ақпаратты айтайын, бұл сіздерге қатысы жоқ болуы мүмкін. Қазір айтам, 1 минут. Sumitomo Япония бойынша таукен бойынша компания, бізде таукен самұрық енді өте бір жағдай, бұл да қиын жағдай. Инвесторлар өздерінің ақшасын қайтарып кетейін деп жатыр. Осы жақында шыққан ақпараттар бойынша, инсайдерлік ақпарат бойынша. Сонымен қатар ашық ақпарат бойынша мына Бәтуа компаниясын естіген шығарсыз, Шығыс Қазақстан облысындағы. Сол жерге келген инвесторлар да өз ақшаларын қайтарып алып жатыр. Енді осындай жағдай, бұл енді ірі инвесторларға қатысты, бұл сіздерге қатысы болмауы мүмкін. Бірақ сонда да жалпы осы миноритарлық инвесторларды қорғау бойынша бірінші орынға шыққанымыз, бұл қаншалықты бізге инвесторлардың келуіне, немесе ақшаның осы жаққа құйылуына қаншалықты әсер береді? Негізінде сұрағыңыз орынды, бірақ бағанағы doing бизнестің рейтингісі бірақ қана бағана миноритарлық инвесторлардың қорғау индикаторы бойынша жүргізіледі. Оны түсіндім. Ол де 10 индикатордың бәрін жұмысты жасалу керек. Біздің ең бір ерекше бірінші орын алып отырғанымызды айтып отырмын. Біз негізгі осы Қазақстандағы бизнеске жасалып жатқан ахуалды жөндетуіміз керек. Ол деген бірақ сұрақ. Сондықтан мына инвесторлар бір индикаторды жөнделгенмен бірінші орынға шығғанмен бәрі келісе алмайды. Керемет Сондықтан айттыңыз. ахуалды мына 10 индикатор бойынша жан-жақты жалпы жақсартуымыз керек. Керемет. Сонда соның бәрі үлескен кезде, сол жұмысқа кіріскен кезде инвесторлардың барлығы көреді. Иә, бұл жерде тек миноритарлық инвесторлардың қорғалып жатқан жоқ, бұлар барлық саладан қорғалып жатырмыз. Түсінікті. Енді мысалға сіз жаңа дұрыс айтып кеттіңіз, 10 индикатор негізінде құралады. Соның ішінде бізді артқа тартып тұрған бір индикатор бар, бұл құрылысқа рұқсат алу. Өзіңіз де бағана брифинг кезінде айтып өттіңіз, қателеспесем мен естідім, 22-ден 52-ке бірақ төмендеттіңіз, осы орынға. Не себепті бір жылдың ішінде біз осылай төмендеп кеттік? Ол өкінішке орай қазіргі есепке біздер деген 13 процедураның орнына 19 процедура деп есептелгенбіз. Өйткені біздер реформа жасаймыз заң бойынша, ал жағындағы имплементациясы аяғына дейін жеткізілмейді. Мемлекеттік органдар тек қана жұмыс орында істемеу керек, олар деген жеткізу керек. Бағанағы респонденттер сұраныс, дүниежүзілік банкпен жұмыс жасап жатқан респонденттердің солардың иесіне, жұмысына жеткізу керек. Яғни, бірақ олардың инструмент жасау керек. Жоқ, мүмкін ол инструмент деп дұрыс айттыңыз. Яғни ол респонденттер соны қолдана алмай жатыр деген сөз ғой. Жоқ, қолданылуы керек, я жетпей жатыр, я көрмеген ол реформаны. Сол реформаны негізінде аяқтандырып жұмыс еткізу керек. Жоқ, мысалы, қараңызшы, Ғалия ханым, сіз өте дұрыс айтып отырсыз. Мен келісем барлық ойыңызбен. Мысалға бір жергілікті әкімшілік дейік, мысалы облыстық әкімдік. Сол әкімдікке бір инвестор барды дейді, немесе кәсіпкер барды, қысқасы. Тұрғын үй салу үшін. Тұрғын үй салу үшін барды, рұқсат бермеді. Бірақ сіз айтып отырсыз, реформа бойынша, заң бойынша өзгертілген деп. Сонда ол әкімдік өзгертілген реформаны қолданысқа енгізбей тұр ма, сонда қалай? Мен бір мысал келтірейін. Біздер мінекей реформа бойынша технический паспорт дейміз ғой, техникалық паспортты қазір алып тастады. Төлқұжат. Ол төлқұжатты біздер алып тастадық. Қазіргі кезде ол бір процедураны өтеді. Снифтер болу керек. Ал мына төлқұжат болмау керек. Қазіргі кезде реформамен заңнан алып тастады. Бірақ практикаға әлі енгізілмеген. Әлі пресс-курант жасамадық, приказымыз дұрыс емес деп мемлекеттік органдар айтқан кезінде, ана практикаға енгізілмеген. Техникалық құжат, төлқұжат бағана әлі сұраныста. Сондықтан біздің респонденттеріміз сұранып жатқан. Сол бағанағы рұқсат алам деп келген компаниялар осы күнге дейін ана төлқұжаттың жоқтығына көзін жеткізбеген. Өйткені практикаға енгізілмеген әлі. Сондықтан осыны бәрін жұмысқа енгізгеннен кейін тек қана бұл енді қашан енгізілуі мүмкін? Келесі жылы біз бұл рейтингте қандай өзгерістер? Келесі жылы мінекей осы индикатор бойынша. Осы индикатор бойынша біраз жұмыс жасауымыз керек. Өйткені мына бағанағы техникалық төлқұжаттың өзін алып тастады деген жағдайда біраз алға жүруіміз керек. Соның бәрін практикаға енгізіп, статистикасын көріп, дүниежүзілік банктың верификациялық комиссиясына біздер көрсетіп беруіміз керек. Мінекей осынша практикада біздерде осынша статистикамыз бар, осынша бизнес осы құралменен қолданды деген. Түсінікті. Ералы мырза, бұл туралы не айтасыз? Өйткені өте төмен түсіріп жүрсіз. Бұл әсіресе осы құрылыс саласында
тек қана Қазақстанда емес, бұл басқа мемлекеттерге де тән нәрсе. Күрделі реформаларды жүргізу өте қиын. Өйткені енді өзіңіз білесіз, мысалы үшін бір көп қабатты үй салғаннан кейін адамдардың өміріне қауіп деген нәрсе шығады. Сондықтан көптеген тексерістерді жасау керек. Оларды жасамасаң тағы да ол салынған объектінің қауіптілігі өседі. Сондықтан бұл кезде, бұндай жерде реформаларды өткізу үшін тек қана бәрін, мысалы үшін мемлекеттік органға ғана жүктеп қоймай, бұл процеске мына жұмыс істеп жатқан компаниялар болсын, немесе ассоциациялар болсын, оларды бұған белсене қатысу керек. Өйткені бір жағынан олар кейбір госоргандар, мысалы үшін білмейтін нәрселерді олар біледі. Екіншіден, егерде келісіп жатқан және де жасалып жатқан реформаларды олар қолдаса, олар барып мына басқа өзінің құзырында өзіне қосылған компаниялардың бәріне өздері барып айтып түсіндіреді. Сонда сіз Ғалихан айтып отырғандай жүзеге асыру мәселесі онда тезірек шешіледі. Және тағы да бір айта кететін жай, мысалы үшін дүниежүзі бойынша, статистикамыз бойынша мына құрылыс саласындағы өткізетін реформалар көбінесе баяу жүреді. Өйткені жаңадан, мысалы үшін сіз кішкентай ғана өзгеріс жасамай, көп өзгеріс жасасаңыз, оның бәрін мына қағаздан барып кірпішке дейін жеткізу үшін талай процедураны өткізу керек. Түсінікті. Енді Ғалия ханым, мына жерде мына бір мәселені айтып келдіңіздерді, яғни біздің негізгі келесі стратегиямыз, қысқасы президенттің өзінің де аузынан шықты ғой, 30 елдің қатарына кіру, әлемнің бәсекеге қабілеттілігі. Бірақ біз соңғы ақпараттар бойынша, мысалы World Economic Forum берген Давостың ақпараты бойынша, яғни біз 57-ші орынға түсіп кеттік, былай айтқан кезде. 57-ші орынға түсіп кеттік, ол ашыда болса шындық қазіргі. Яғни біз бұрынғы 50-дің қатарына кіру үшін енді жұмыс жасауымыз керек болады, былай айтқан кезде. Енді менде сұрақ туындап отыр. Бізді тағы да бір артқа тартып отырған бұл халықаралық сауда сияқты. Біз мысалға 119-дан 123-ке түстік. Жыл сайын түсудің қатарында келіп жатырмыз. Керісінше бізде экспорттық тауарларымыз арту керек еді. Қазір соңғы мысалға Евразиястың статистикалық ақпараттарын қарасақ, импорттық тауарлар көбейіп кеткен бізге келген. Мысалға Ресей мен осы Евразиясының мүшелерінің арасында. Не проблема болып отыр бұл жерде? Негізінде осы халықаралық сауда бойынша біздер деген ол дұрыс емес шығар, постоянно түсіп жатқан жоқпыз бұл индикатор бойынша. Былтыр мысалы 9 пунктке көтерілгенбіз. Жоқ, жарайды. 120-тен 100-ге дейін көтеріліс деп ойламаймын мен. Жоқ, әр көтерілісте өзінің реформасы бар, өзінің жасалған ықпалды жұмысы бар. Ал қазіргі кезде біздер деген осыны неге осы халықаралық сауда бойынша түсіп кеттік биыл деп ойладық, 4 пунктке түстік, 4 позицияға түстік. Сондықтан қарағанымызда көрсеткіштері былтырғы орында тұр. Сол баға, сол уақыт, сол мерзім, сол процедуралар. Не жылжыған төменге еш көрсеткіш жоқ, бірақ 4 пунктке түстік. Сөйтіп қарап өтсек, басқа мемлекеттер агрессивтік жұмыстар жасаған. Бізге? Белсенді жұмыстар жоқ, агрессивный жұмыс дейміз, агрессивтік реформалар жүргізілген. Ол, мысалы, Ресей Федерациясында Финский заливте өздері порт салды, үлкен порт. Ол деген едеу үлкен бағанағы бизнес ахуалға мысалы біз Харгос реттеп жатырмыз, жақсы жағдай жасалып жатыр. Харгос енді өкінішке қарай қазіргі кірмей жатыр ғой бұл біздің методологияға, doing бизнестің методологиясын. Егер Харгос жақтан қарайтын болса методологияны, әрине бұл деген жалпы үлкен не енгізетін еді біздің осы статистикамыздың өзіне. Біздер деген қазір достық арқылы жүріп жатқан бір вагонды қарап жатырмыз. Ана темір жүргізетін. Өзінің методологиясымен жүргізілетін рейтинг қой енді. Бағанағы Ерекең айтып кеткендей, өзінің методикасын, өзінің әдісімен жүргізеді бұл деген. Біздің қазіргі әдісіміз бойынша бұл жерде экспортқа шығарылатын бір вагондық темір. Осы біздерден экспортқа Қытайға шығатын. Ол достық арқылы жүреді. Сол маршрутта біздер қалай жүргізіп өтетін сапасына қарайды. Мысалы, бізде экспорттық стратегияның өзі бір қате сияқты көрініп отырады маған. Неге десеңіз, кеше ғана осы жерде Әсет Асаубаев деген азамат болды, мына транспорт комитетінің басшысы. Сол кезде айтады, мына Ақтауда, Ақтау портында бізде қазір санын білмедім, өте көп вагондар тұр дейді. Бидай тиелген вагондар. Ол жеткен ол жерге, вагонды алған, жалға алған. Ол не бері қарай, не төгетін жері жоқ ол жерде, ары қарай алатын алушысы жоқ.
Осы жерде бізде бір мысалға байланыстырып отыратын бүкіл бір автоматизация жүйесі қажет сияқты менің ойымша, жалпы экспорттық стратегия бойынша әсіресе. Себебі мысалға қарапайым шаруа бидайын екті, өсірді және сатты, одан жеткізуші, оны алушы барлығы түгел контакт түгел дайын болған кезде тез жеткізе қоятындай. Міне мүмкін қазір мына мысалы Жумор деген, мысалы ұмытып отырмын, Жумор әлде Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұсынып жатыр ғой сол бойынша. Яғни бір жеткізуші бір позиция болу қажет сияқты. Қалай ойлайсыз? Негізінде экспорт бойынша үлкен қазір ахуалды жасайтын біздерге бұл деген автоматтық жүйелер. Бұл деген таможняны өткен кезде, кеденнен өткен кезде, кеденнің өзінің жүйесі автоматизация өткізілу керек. А қазіргі кезде штамп қоятын кісі, қағазды қарайтын адам бәрі автоматтық болатын болса, ол деген сізбен бізді көрмейді, ол автомат. Құжат өзімен өзі жүріп жатады, печать керегі жоқ ол жерге, өйткені цифрлық қолтаңбамен жүреді. Сол жағдайдың бәрін жасайтын болсақ, бұл едеуір бұл жұмысымызды алға басатын болады. Ол қашан болады енді? Міне Астана 1 деген информациялық жүйе қазір кірді, жұмыс жасап жатыр. Енді 1 қаңтардан бастап бүткіл жұмыстың бәрін соған өткіземіз деп жатырмыз. Адамдар жұмыссыз қалу процесінде есептеген жоқсыздар ма? Ол да қарастырылатын ғой, енді ол бұл мемлекеттік жүйе ғой, бәрі бүткіл. Түсінікті. Енді келесі бізде тағы да бір мәселе, бұл мына кредит алу бойынша. Бұл енді кәсіп орындардың, кәсіпкерлердің қысқасы кредит алу бойынша. Дұрыс па? Яғни біз, әрине, бұл екі позиция түсу, ол проблемамыз көрінуі мүмкін. Бірақ бізде президент айтып жатады, әрқашанда, мысалға, біз керісінше мына өндіріске, кәсіпорынға, кәсіпкерлікті дамытуға беретін кредиттерден гөрі тұтынушылық кредиттерге көп беріп жатамыз деп келтіреді. Келісесіз ғой? Мысалы, соңғы уақытта тіпті тұғын үйге қатысты да кредитті бермей отыр көптеген банктер. Өздерінің ұлттық банктың қазіргі таңда қатаңдатылған саясатына қарсы шығып деген сияқты, мысалы, естідіңіз ғой соңғы уақыттарда ақпаратта. Яғни осы жерде қандай да бір өзгерістер бола ма бізде енді? Қандай да сіздер талаптар қойып жатырсыздар ма қазір? Өйткені сіз ең негізгі, Ғалия ханым, мен сізді жақсы білем, мына кәсіпкерлерді қорғайтын азаматтардың бірісіз. Енді жұмысымыз сол да, іші ойымыз да сол, кәсіпкерлерді қорғау ең бірінші қойып жатқан жұмысымыз. Әрине, бұл салада да жұмыс көп атқарылу керек. Біріншіден, бұл деген мына несие беру жүйесін алға жүргізу. Бұл біріншіден банктермен бірге жасалатын жұмыс. Бұл мемлекет қалай жасаймын десе, өзінің қаражатын берсе де, негізгі қаржылық система, жүйе жұмыс жасамағанша, мына осы системада ахуал жасай алмайды. Сондықтан қазір ұлттық банктың үлкен қолданып жатқан шарасы бар, үлкен бағдарламасы бар, осы банктер арқылы жүйені жақсартамыз деген. Сондықтан біздер қазірде проектный управление дейміз ғой, жобалық бір жоспар жасап жатырмыз үлкен мемлекетпенен. Сонда мына жалпы бизнесті күшейту, өсіру есебінде қазір жасап жатқанымыз бірінші қойып жатқан мақсат, бұл деген осы несие беру жүйесін, сосын негізінде қаржылық көмек көрсету, қалай сол қаржыны жеткізу тәсілдерін ойлап дамыту, өсіру жағдайын ойлап жатырмыз. Түсінікті. Ерал мырза, бізде 1 минут қалып деп жатыр, сондықтан қандай кеңес айтасыз енді? Мына позициялар бойынша енді жасаған сіздер, мүмкіндігінше бұл заттарды өзгертуге де бір ұсыныстарыңыз бар шығар? Әрине. Қысқаша ғана айтсаңыз, бір негізгі деген ұсыныстар. Қысқаша айтқанда, менің ойымша біз Doing Business бойынша Қазақстанның істеп отырған жұмыс көз алдымызда. Өткен 5 жылда бірталай жұмыс атқарылды, және оның нәтижелерін де көріп отырмыз. 35-ші орын деген өте жоғары орын. 36-ші орын. 36 болсын. Біздің ойымызша, мына мемлекеттің госорганның ішіндегі реформаларға қатысты процесстерді дұрыс қойылған. Қазір дұрыс бағытта жұмыс жүріп жатыр. Енді түсінікті. Бірақ енді тағы да мүмкін бұны кішкене жақсарту үшін біздің ойымызша мына бизнес өкілдерін реформаны тек қана мысал үшін жазып шыққаннан кейін ғана қоспай, реформаның өзі жаңа реформаны бастамасы кезінде кіргізу керек. Өйткені көп информация, көп мәлімет мысал үшін далада қалып отыр да. Мысал үшін госорганға жеткенше реформа қажет болмай қалуы да мүмкін. Түсінікті.
Керемет айтты. Бұл кеңесізде есепке аласыздар деген ойдамын, Ғалия ханым. Әлде бұл тақырып талқылайтын боламыз, өте маңызды тақырып. Келгендеріңізге көп рахмет. Құрметті көрермен, бүгін біздің талқылаған тақырыбымыз бұл. Қысқасы, біз Doing Business 2018 рейтингінде 36 орындамыз, әлде қадамдар жасаймыз деген ойдамын, және бұл результат әлде өзгереді деген ойдамыз. Ертеңге дейін сәттілік бізбен бірге болсын.